Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге батыс түрік қағанаты туралы айтатын боламын. Жалпы түрік қағанатында өзара қырқысу соғысы кезінде 581 жылдан 593 жылға дейін өзара қырқысу соғысы болған болатын. Соның нәтижесінде түрік қағанаты екіге бөлініп кетті. Батыс жағында батыс түрік қағанаты құрылды, шығысында шығыс түрік қағанаты құрылды. Батыс түрік қағанаты туралы білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жасап отырыңыздар. Батыс түрік қағанатының шекарасына келетін болсақ, солтүстік батысында Еділ мен Кубан өзендерінің төменгі ағысын, ал солтүстік шығысында Есіл мен Ертісті, қазіргі біздің Қазақстанның өзендері, және оңтүстік батысында Тарым, Амудария өзендерін, сондай-ақ оңтүстік шығысында Іле, Шу өзендерінің бойын алып жатқан аймақты қамтыды. Іле, Шу өзендері де біздің территорияда. Батыс түрік қағанатының астанасы Суеп қаласы болды. Бұл Шу өзенінің маңында, қазіргі Қырғызстанның Тоқмақ қаласының маңы деп есептелінеді. Ал Мыңбұлақ бұл жазғы ордасы болды. Мыңбұлақ Түркістанның төңірегінде орналасқан қала. Қағанаттың негізгі этникалық құрамы 10 тайпадан тұрды. Ол кейде 10 оқ бұдын деп те аталынды. 5 Нушеви тайпасынан тұрды және 5 Дулу тайпасынан тұрды. Қытай деректерінде осы 5 Дулу тайпасын дулаттар деп те атайды. Дулулар негізінен Шу өзенінің шығыс бөлігінде тұрды, ал Шу өзенінен батысқа қарай Нушевилер тұрды. Батыс түрік қағанатының алғашқы қағаны Тардуш болды. Тардуш кезінде батыс түрік қағанаты тұрақты болды. Ал шығыс түрік қағанатының жағдайы нашар болды. Өйткен себебі шығыс түрік қағанатына қытайлықтар үздіксіз шабуыл жасады. Соның нәтижесінде шығыс түрік қағанаты әлсіреді. Осыны пайдаланған Тардуш түрік қағанатын қайттан қалпына келтіру үшін Алтайдағы телелерге шабуыл жасап, оларды басып алып, өзін шығыс түрік қағаны деп жариялады. Бірақ телелердің қайта бас көтеруінің нәтижесінде қағанат бөлінді. Батыс түрік қағанатының күшейген уақыты Шегу қаған менен Тон қаған тұсында болды. Шегу қаған мен Тон қаған шекараны нығайту үшін және ұлғайту үшін жаңа жорықтар жасап отырды. Мысалы, Тоқарстан мен Ауғанстанға жасалған жорықтардың нәтижесінде олар шекарасын Үндістанның солтүстік батысына дейін кеңейтті. Тон қаған өзінің батыстағы ықпалын нығайтуды және одан айырылып қалмауды да естен шығармады. Әсіресе Иран мен Византияның арасындағы қарым-қатынасты үнемі бақылауда ұстады. Екі елдің арасында қақтығыс туа қалса, одақтасы Византияға көмектесуге дайын тұрды. Византиямен одақтас жалпы түрік қағанаты кезінде 568 жылы болған болатын. Осы келісім бойынша сауда келісім шарты және Иранға қарсы әскери одақ құрылған болатын. 627 жылы Византияға көмек беру үшін батыс түрік қағанаты қалың әскер қолын жіберді. Бұл көмек батыс түрік қағанатының халықаралық беделін нығайтты. 634 жылы Ешбар елтеріс билік басына келді. Ешбар елтеріс билік басына келгеннен кейін 10 оқ будун деген реформа жүргізді. Бұл реформа билікті нығайтудың орнына керісінше әлсіретті. Тайпа көсемдері Ешбар елтерістің билігіне қарсы шықты. 640-657 жылдары билік үшін өзара қырқысу соғыстары басталды. Бұл билікке Дулулар менен Нушеви тайпалары қатынасты. Азамат соғысы ұзақ уақытқа, яғни 16 жылға созылды. Батыс түрік қағанаты азамат соғысынан әлсіреді. Бұны бақылап отырған Қытай мемлекеті Жетісуды басып алды. Батыс түрік қағанаты өзінің тәуелсіздігінен айырылды. Бұдан кейін 10 оқ елінің өз еріктілерімен ұйымдасқан әскерлері Қытай басқыншыларына қарсы күрестер жүргізді. Бірақ ешқандай да нәтиже шыққан жоқ. Тек қана 44 жылдан кейін Түркештің Үшлік деген қағаны Таң империясына қарсы күрес жүргізіп, жеңіске жетті. Сөйтіп, бұл жеңіс Түркеш тайпасының беделін көтерді және кейінірек Түркеш қағандығының құрылуына жол ашты. Қағанаттың әлеуметтік жағына келетін болсақ, ең жоғарғы билеуші бұл Қаған болды. Қаған бүкіл әскердің басы болды және бүкіл жердің қожасы болды. Бұдан кейін Ашина руынан шыққан жоғарғы шенділер Шаттар, Жағбу, Елтебер деп аталынды. Шат, Жағбу, Елтеберлер билік басында болды. Ал бектер ру тайпа басқарушысы болды. Тархандар мен бұйрықтар сот қызметін атқарды.
Тұтын деген салық жинаушысы болды. Мысалы, басып алған жерлерде тұтындар салық жинауды және оны қазынаға әкелуді қадағалап отыр. Бұдындар қарапайым халық деп аталынды, ал таттар құлдар. Негізі батыс түрік қағанатында соғыстың негізгі мақсаты құл әкелу болды. Достар, мен сіздерге батыс түрік қағанаты туралы, оның саяси құрылысы туралы айтып өттім. Және пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелмегендер болса, тіркеліп кетіңіздер.